Өте пайдалы, дәмді, ерекше компот түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге персигіміз бен ежемалинамыз қажет. Персикті толықтай жүнінен тазартып, жақсылап жуып аламыз. Персикті ортасынан екіге бөлеміз, дәнегін алып тастайтын боламыз. Персикті екіге бөлуіміздің себебі қыста жеуге де ыңғайлы болады. Және әр банкаға 4 дана персикті және 5-6 дана ежемалинадан сала отырып, әр 2 литрлік банкіге 200 грамм қанттан саламыз. Және әр банкаға қайнап тұрған, сақылдап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бұл жерде банканы білесіздер, компотқа буламаймыз. Ең бастысы суымыз қайнап тұрған болу керек. Крышкамызды ыстық суға бір салып ап, әр банкаға жауып отырамыз. Әр банкамызды закрывашкамен жауып, видеодағыдай банкамызды домалатып, ішінде қантын ертіп аламыз. Ыстықтай банкада қантты ертпесек, суғаннан кейін ол қантымыз қатып қалатын болады. Сондықтан ыстықтай осылай банканы ары аунатып, бері аунатып алатын боламыз. Міне біздің компотымыз дайын. Қысқа өте пайдалы, балаларға өте дәмді компот түрі. Видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, жүрекше басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.